Сәлем бердік. Бүгін келін асханасымен бірге трайфл десертіне арналған екі түрлі ерекше дәмді крем жасайық. Заварной крем пісіреміз. 350 мл сүтті асты қалың кастрюльде ысытамыз. Бөлек ыдыста 1 жұмыртқа, 5 ас қасық қант, 1 ас қасық ұн мен крахмалды қосып, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Ыстық сүтті құйып, жұмыртқалы массамен ақырындап біріктіреміз. Біріктіріп болған соң, қайтадан сол кастрюлемізге қайтарамыз да, орташа жанып тұрған отқа қоямыз. Венчикпен араластырып тұрамыз. 2-3 минут ішінде қою массаға айналады. Асты күйіп кетпеуін байқап тұру керек. Өте дәмді сгущенканың дәміне ұқсас крем болып шығады. Үсті бұрқылдап қайнап, қою массаға айналу керек. Сол кезде өшіремізде 80 грамм сары майды салып ерітеміз. Крем суыған соң ара-арасында араластырып тұру қажет, бетінде қабыршық пайда болып кетпеу үшін. Кремімізді арасында араластырып тұрамыз. Жұмсақ бөлме температурасындағы сары май болса, тез ериді. Екінші крем дайындаймыз. Оған 250 грамм сливочный сыр алдым, немесе творожный сыр алуға болады, сүзбелі ірімшік. Салқын болуы қажет міндетті түрде. Ақырындап миксердің аз жылдамдығында айналдырып, 150 грамм қант ұнтағын сеуіп, біріктіріп аламыз. Содан соң 300 грамм салқын сливки, яғни кілегейді салып, миксердің орташа жылдамдығында миксерлейміз. Сливкиміз міндетті түрде тоңазытқышта тұру керек. Жұмыс жасамас бұрын, 10-15 минут бұрын мұздатқышқа салып қоямыз. Миксерлейтін уақытта шығарып, жұмысымызды бастай береміз. Осындай қою масса болу керек. Банан мен шоколадты кождардың заварной сливочный кремнің ерекше үйлескені осы.